Сәлеметсіздер ме балалар? 9 сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз отандық медицинадағы биотехнология туралы білесің бе? Сабақтың мақсаты: тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі және құрама атауларды дұрыс жазу. Оқушылар, экрандағы суретке назар аударыңыздар. Бұл сурет бүгінгі тақырыбымызбен тікелей байланысты. Яғни сіздер суреттен зертхананы көріп отырсыздар. Бұл отандық зертханадағы біздің биотехнология жайында. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздермен таныс болайық. Ізденіс, жасуша, кешенді, күрделі. Жеке тоқталып өтіп, жаңа сөздерді сөз тіркестерімен тіркестіріп көрейік. Ізденіс жұмыстары, жасуша талшықтары, кешенді зерттеу, күрделі ота немесе күрделі техника. Оқушылар, грамматикалық тақырыбымызға қысқаша шолу жасап қайталап өтейік. Тілдік бағдарда шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемдегі ойдың шартын білдіретін сабақтастың түрін шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем дедік. Шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлем қайтсе, не етсе, қайткенде, не еткенде, қайтпей, не етпей, қайтпейінше, не етпейінше деген сұрақтарға жауап береді. Бағыныңқылы құрмалас сөйлемнің етістік тұлғалы жасалуы шартты рай тұлғасында жасалады. Мысалы, елімізде медицина саласы жақсы дамыса, донор күтіп жатқан көптеген адамдардың өмірін сақтап қалуға болады. И көсемшесі етістіктің болымсыз тұлғасын жалғау арқылы жасалады. Жаңа ғылыми жұмыстар жүргізілмей, жақын арада жоғары нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Есімшеге жатыс септігі қосылу арқылы да жасалады. Оқушылар, бірінші тапсырмада мақал-мәтелдерді пайдаланып, шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлем құраймыз. Мақал-мәтелдер: ауру астан, аурудың алдын ал, тәні саудың жаны сау, денсаулық кепілі тазалық. Оқушылар, мінекей, сіздердің де құраған сөйлемдеріңіз осылай болды деп үміттенемін. Асты түземей, денсаулықта жақсармайды. Аурудың алдын алмаса, дертке дауа табылмас. Тәнің мен жаның сау болса, жарқын күндерің де көп болады. Тазалық болмайынша, мықты денсаулыққа кепілдік жоқ. Мінекей балалар, сіздердің жасаған шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдеріңіз осындай болды деген үміттемін. Келесі тапсырма. Еліміздің медицина саласында діңгекті жасушаның қолданылуы ең үлкен жетістік. Ұлттық биотехнология орталығының ғалымдары медицина саласына діңгекті жасуша алу әдісін ойлап тауып, кешенді ізденіс жұмыстарын жүргізуде. Тұңғыш рет күйіктер мен жараларды емдеу үшін адам терісінен алынған жасушалардың жаңа түрлерін әзірледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының талаптарына сәйкес олардың қауіпсіздігі тексеріліп, ұлттық ғылыми медицина орталығында клиникаға дейінгі сынақтардан өтті. Әзірлеп шығарылған әдіс негізінде зақымдалған тері қабатын қалпына келтіруге арналған жасуша трансплантаттары алынады. Жақында Республикалық жедел медициналық ғылыми орталықта тұңғыш рет жасанды тері қолданылды. Бұрын аса ауыр әрі күрделі күйіктен адам өліп кетуі мүмкін болатын. Қазір теріні жамайды. Соның нәтижесінде жараның жазылып кетуі 2 есеге жылдамдайды. Оқушылар, екінші тапсырманы орындау үшін бізге мынау бейнероликті мұқият тыңдап алу керек. Осы бейнеролик арқылы біз қазір сұрақтарға жауап жазуымыз керек. Екінші тапсырма. Нәр симбиотигі функционалды тағам өнімі.
Ол адам иммунитетін нығайтып, белсенді әрі ұзақ өмір сүруіне септігін тигізеді. Сусамыр, артериалды гипертензия, артық салмақ, метаболизм синдромы, кардиоваскулярлық дертке шалдыққандар үшін бұл өнім өте пайдалы. Оның тиімділігі клиникалық тұрғыдан дәлелденген. Нәр, онкологиялық аурулардың, оның ішінде колоректальды қатерлі алдын алуда таптырмайтын өнім. Нәр синбиотигі, адам микробиомасы және ұзақ өмір сүру зертханасында жасалды. Бұл тамақ өнімдерінің отандық нарығына шыққан алғашқы әрі бірегей өнім. Міне балалар, бейнероликте тыңдалған материал арқылы мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Нәр синбиотигі қандай өнім? Ол нені нығайтады? Қазақстанда қандай дәрі-дәрмек жасалған? Оның терапевттік тиімділігі дәлелденген бе? Оқушылар, мәтінді тыңдап болған соң сұрақтарға жауап беру керек едік. Осы жауаптармен сіздердің де жауаптарыңыз сәйкес болды деген үміттемін. Нәр синбиотигі тағам өнімі. Ол иммунитетті нығайтады. Қатерлі ісікке таптырмайтын құрал бола алады. Нәрдің терапевттік тиімділігі отандық медицинада дәлелденген. Келесі тапсырма. Мына суреттерге қарап, бірнеше сұрақ дайындайсыздар. Яғни суреттен не көріп тұрсыздар, осы бойынша көршіңізге сұрақ қоясыз. Оқушылар, мінекей экранға шыққан сұрақтар сияқты болған шығар сіздердіңкі де. Сен зертханаға барып көрдің бе? Зертханада қолданылатын қандай заттарды білесің? Зертханаға барғанда қандай ережелерді ұстану керек? Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойып жазыңыздар. Тапсырманың дұрыс жауаптары осындай болатын. Ауруға шипа берсін, науқасқа шипа болсын, аурудың арты жеңіл болсын, жанға шипа, дертке дауа болсын, дерттен арыл, ауруға шалдықпа. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сіздер мынау шығым парағын толтырып жіберіңіздер. Бұл жерде сіздердің ұсыныс пікірлеріңіз кері байланыс ретінде өте маңызды.